Баршаңызға сәлем достар. Егерде ноутбуктағы, компьютердегі Windows-тың қай версиясы екенін білгіңіз келсе, оның памяті қанша, неше разрядты екенін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Енді оны тексеру үшін бізде бірінші қадам, егер рабочий столда осында компьютер деген тұратын болса, онда мышканың оң жағын осында басып, свойствоға кіреміз. Сол жерде бізге Windows-тың қай версиясы екені көрсетіледі. Менде Windows 7-ші. Осының астында мысалы процессор қандай, менде Intel Core i3, оның озуы қанша, неше разрядты, соның барлығы көрініп тұрады. Мысалға бізге кейбір программаларды скачать еткен кезде неше разрядты екенін білу қажет болады. Сол кезде дәл осы видеодағыны жасайсыздар. Егерде рабочий столда осындай компьютер деген жоқ болатын болса, онда келесі қадамды жасаймыз. Ол үшін пуск барамыз, сонда оң жағында компьютер деген жазу тұр. Сол жерге мышканың оң жағына барып, свойствоға кіреміз. Сол кезде бізге дәл жаңағыдай терезені ашып береді. Немесе тағы да бір нұсқа бар, соны көрсетейін. Ол үшін тағы да пускқа барамыз, сонда панель управлениеге кіреміз. Соның ішінде система и безопасность деп тұр. Міне бірінші соған барамыз. Сол жерде система деген жазу шығып тұр. Соның үстін басамыз. Сол кезде бізге тағы да дәл осы терезені ашып береді. Осы жерден қарай аласыздар. Егерде рабочий столда сізде компьютер деген тұрмаса, онда оны қалай шығару керек екенін де көрсете кетейін. Пускқа барамыз, компьютер деген жерге мышканың оң жағына барып басамыз. Сонда отображать на рабочем столе деген жерде осындай галочка тұруы қажет. Сол кезде біздің рабочий столға компьютер батырмасы шығады. Достар, егерде менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде пікірге қалдыра кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға да тіркеле кетіңіз, әрі менің каналымда достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.